Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласының номер 3 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Менің бүгінгі сабағым 5-ші сыныптың қазақ әдебиеті. Осы сабаққа кірмес бұрын мен балаларды, оқушыларды ең бірінші ұйымдастыру кезінде сиқырлы қобдишадағы сабаққа кіру билетін тарату арқылы балаларды топқа бөліп алдым. Ол билеттің ішінде қазақтың мақал-мәтелдері болды. 3 тақырыпта. Сол 3 тақырыпты алып балалар тақырып бойынша 3 топқа бөлінді. Одан кейін барып келесі үй тапсырмасын тексеру кезінде мен оқушыларға жаңағы осы менің атым қожа бойынша жаңағы кинолента арқылы жаңағы ой қозғап, сондағы портреттер, сондағы суреттер арқылы сабақты еске түсірдік. Одан кейін барып ең бірінші сабағымның басын сезімді ояту әдісі арқылы жаңағы кестемен жұмыс істей отырып, оқушыларға жеке жұмыс бердім. Оқушылар кішкене ойланып, жаңағы өздері еске түсіріп, дәптерлеріне осы әрбір бөлім бойынша, мысалға, елестету, сүйсіну, жек көру, жан ашу, өкініш, таңдау деген жаңағы бөлім таңдау деген жұмыстарды орындай отырып, дәптерлеріне толтырып, сол бойынша жаңағы өздерін ойларын айтып шықты. Мысалы, елестету кезінде қожаны қандай бала деп елестетесің деп, немесе жаңағы жек көруде қожаның қандай әрекет ұнамады деген сияқты. Сөйтіп әрбір бөлімге балалар жаңағы жеке-жеке өз ойларын айтып шықты. Одан кейін топтық жұмыс болды. Топтық жұмыста әр топқа берілген тақырып болды. Яғни бірінші топ қожаның тентек бала екендігін, екінші топ қожаның жақсы бала екендігін, үшінші топ шығармадағы басқа кейіпкерлерге тоқталу арқылы өздеріне берілген тапсырманы орындады. Жаңағы жұптық жұмыс болды. Жұптық жұмыста оқушылар теріп алу стратегиясы бойынша жаңағы берілген сипаттамалар арқылы қожа мен жантастың образын жасады. Одан кейінгі тапсырма ол жаңағы неліктен сұрағына концептуалдық кесте арқылы сабақты қорытындыладық. Мұнда неліктен деген сұрақты қоя отырып, оқушылар өз ойларын жеткізді. Яғни бірінші зоология пәнінің мұғалімі Оспанов неліктен келесі сабаққа бақа ұстап әкелуін өтінді. Сөйтіп біз сабағымызды әбден қорытындылап алдық. Одан кейін сабақтың соңына келген кезде кері байланысты, яғни жаңағы қобдишаны да қайдан алып шықтым да, енді осы сиқырлы қобдишаға балалар сабақтан шығу билетін жазып қобдишаға саламыз дедім. Алдарына алдын ала тапсырып қойған парақшалар болды. Онда кері байланысты 4 жауап арқылы, әдіс арқылы толтыру керек болды. Мысалы, бізге бүгін не ұнады, біз неге таң қалдық, біз үшін оқушыларға менің қиялымда қожа деген тақырыпқа эссе жазуға үйге тапсырма бердім. Сабағымның ең соңында оқушылардың алдарында жатқан бағалау парағы бойынша жаңағы бағалау парағы бойынша берілген дискрипторға өздері топ басшылары бағалау қойып отырды, бағаны қойып отырды. Сол топ басшыларының берген бағалары арқылы балалардың білімін бағалап кеттім. Бүгінгі айтарым осы. Сау, саламат болыңыздар.